Сәлеметсіздер ме, құрметті киносүйер қауым. Бүгінгі обзорымызда 2020 жылы шыққан Проклятие, яғни Қарғыс фильмі. Бұл 2004 жылы шыққан Қарғыс киносының ремейкі десек те болады. Оригиналына қарағанда қорқыныштырақ түсірілген. Бұған дейін екі хоррор фильм түсіріп үлгерген жап-жас режиссер Николас Пескенің тәжірибесі арта түскен ұқсайды. Ал актерлер арасында менің сүйікті ужасым Астралдағы апай және комедиялық фильмдегі Гарольдты көруге болады. Ал енді обзорға көшсек. Япония, Токио, 2004 жыл Фиона Лендерс атты мейірбике жалдап тұрған үйін тастап кетуде. Себебі үйде белгісіз және қорқынышты нәрсе бар ұқсайды. Не знаю, как объяснить, здесь будто... Я должна вернуться в Штаты. Сөйлесіп болғасын кетейін деп жатқанда пакеттен біртүрлі дауыс шыға бастайды. Ең алғашқы қорқыныш осында. Бұл қорқыныш әлі мәйде шүйде болып қалады. Содан кейін әйел Америкаға өз отбасына аман есен жетіп алады. Алайда күйеуін біртүрлі кейіппен құшақтайды. Осыдан кейін 2006 жылға ауысамыз. Күйеуі өлгесін өмірді жаңадан бастамақ болып, как раз осы қалашыққа детектив Малдун Дерек атты баласымен көшіп келген. Я скучаю по папе. Я тоже скучаю. Баласы қорқақтау еді, тіпті жаңа мектепке баруға да қорқатын. Бірақ анасы қорқынышты жеңетін жақсы тәсілде үйреткен. Что делать, если страшно? Закрыть глаза и считать до 5. Верно. Кейінгі кадрда қарапайым, көп күлмейтін, салмақты және бір аяқты детектив Гудманмен танысамыз. Ол напарнигі Малдун болуын қаламаған сияқты еді. Өйткені Малдун өмірі көңіл күйсіз жүретін. Общем, олар адам өлімі анықталған орынға аттанады. Полицейлер жұмысын жақсы атқарады екен, себебі свежий қылмысты анықтаған еді. Бұл әйелдің жоғалғанына біраз уақыт болған. Бұл аурудан жазылмайтын адамдарды жеңіл түрде өлтіру қызметімен айналысатын. Сонымен бұл әйелдің әлі бізге белгісіз болған үймен байланысы болған екен. Рейберн Драйв 44. Тот же, что в деле Лендерсов. Бұл Гудманға ұнамайды, напарнигіне де үн қатпайды. Бұл іспен айналысқысы келмейді. Себебі бірнеше жыл бұрын Лендерстер үйінде қайғылы оқиға орын алған еді. Гудман мұны кездейсоқ оқиға деп жаба салады. Малдун, наоборот, осы іске қызығушылық танытады. Дом 44 по Рейберн Драйв. Убийство в пригороде. Семья найдена мертвой. Убиты все члены семьи. Сөйтіп архивті көтеріп іздене бастайды. Эй, убери подальше, пока Гудман не увидел. Почему? Это его дело. Ни разу в дом не зашел. Я такого раньше никогда не видел. Малдун бірден Лендерстер үйіне аттанады. Барып үйдің есігін қағады. Ешкім шықпайды. Іштен жылап тұрған біреудің дауысы естіледі. Есік ашық тұрғасын ішке кіреді. Сөйтіп: Вы сейчас в доме одна? Пожалуйста, помогите мне. Помогите, помогите, помогите. Бұл әйелдің күйеуі де өліп қалған екен. Малдун үйіне қайтып бара жатып түсініксіз жағдайларға тап болады. Көлігінің алдынан кішкентай қыз кезігеді. Какого черта? Малдун бірден напарнигі Гудманның үйіне барады. Детектив ол үйдің тарихын айтып береді. Фиона Лендерс убила свою 6-летнюю дочь, а потом своего мужа, а затем и себя. Сөйтіп Гудман өзінің баяғы напарнигі жайлы да айтады. Ол үйге кіріп көрген екен. Лендерстер үйіне кіргендер ақылдан аза бастайды екен. Мой бывший напарник помешался. Мне казалось, с ним что-то не так. Ол мұны ертерек ескертуі керек еді. Себебі Малдун зерттеуін жалғастыра береді. Оқиға қайта 2004 жылға ауысады. Мұнда Питер әйелімен бала күтуде еді. Пришли результаты. Прокол подтвердил наши опасения после анализа крови. Вероятность того, что ваш ребенок родится с АЛД, очень высока. Питер жылжымайтын мүлік саудасымен айналысатын. Как раз ол Лендерстер үйін сатпақшы болып жүрген. Ол да осы үйге кірген еді. Мұнда оны ванна ішіндегі әруақ күтіп отырған. Бірдеңені сезгендей ол үйден шығып кетеді.
Сөйтіп олар үйлеріне қайтады. Кешкі ас үстінде баласын не істейміз деп уайымдап отырады. Сосын Питер душқа кіріп кетеді. Онда әруақ Питердің басына массаж жасап береді. Ал түнгі ұйқыға жатқан кезде ол ертесіне қайта Лендерстер үйіне барады. Ол өзін жайсыз сезінсе де үйге кірмек болады. Питерді есік алдында Мелинда атты кішкентай қыз күтіп алады. О боже. О господи. У тебя кровь идет. Мелиндаға көмектеспек болып оны үйге алып кіреді. Үйде ешкім жоқ. Сөйтіп қыздың әке-шешесіне хабарласады. Это Питер Спенсер. Я сейчас нахожусь у вас дома. У нее из носа шла кровь, но теперь все в порядке. Пожалуйста, перезвоните мне как сможете. Бұдан кейін қайта 2006 жылға ауысамыз. Детектив Малдун зерттеуін әлі жүргізіп жатқан. Сонымен қатар оны көлеңке сияқты әруақ аңдып жүрген. Малдун уже думкада жүр. Оның үстіне зерттеу барысында Лендерстердің үйін сатпақ болған Питердің де ісін тауып алған. Осы кезде оқиға 2005 жылға ауысады. Уильям атты кісінің үйіне Лорна Муди атты әйелдің келе жатқанын көреміз. Баяғы көліктегі өлген адам осы еді. Как только она наденет маску на свое лицо, сознание отключится за 5-10 секунд. Она ничего не почувствует. Лорна ауру, жазылмайтын адамдарды қинамай өлтіру қызметін ұсынатын. Ол осы кезге дейін 47 адамды мәңгіге ұйқыға жіберген. Уильям оған өзінің ауру әйелі жайлы айтып береді. Но ей стало хуже после этого переезда. Мне очень жаль. Правильно, что вы позвонили. Алайда Лора тек есін білетін адамдарға ғана көмектесетін, ал Уильямның әйелі есінен алжасқан еді. Кемпір өзіне Мелинда атты қызды құрбы қылып алған екен. С подругой. Лора бұл кемпірді өлім алдындағы адам емес екенін айтады. Уильям просто есінен алжасқан әйелінен құтылмақшы деп ойлайды. Прошу, не покидайте нас. Я вам искренне сочувствую, но вы неверно представили ее состояние. Лорна кемпірді бақылау үшін бірнеше күн қалуды ұйғарады. Оның үстіне қонақ үйге кететін ақшаны да үнемдейтін. Сөйтіп кешкісін Лора дүкенге барады, бірақ жалғыз емес. Оған дүкендегі еттер де бұзылған боп көрінеді. Сосын ол үйге қайтып бара жатып, аулада белгісіз кісіні көреді. Фильмнің қызық тұсына жақындадық. Бұл офицер Гудманның баяғы напарнигі еді. Он расследовал дело в этом доме и теперь не оставляет нас в покое. Оның әрекеттері Гудманға мүлдем ұнамайтын. Кешкі уақытта оны алып кетіп, үйіне апарып тастау проблема еді. Ал напарник Гудманды проблемадан құтқарады. Напарник тірі қалған екен. Малдун оның қазір қайда екенін ізденеді. Мне нужно местоположение детектива Уилсона. Это ведь психиатрическая лечебница. Ол бірден психбольницаға аттанады. Онда Малдунды өте жағымсыз адамдар күтіп алады. Ал жағымды адам оны қолы байлаулы күйде күтіп отырған еді. Вы нашли мои пленки? Экс-детектив оны бірден ескертеді. Стоит хоть раз войти в этот дом, и назад пути уже нет. Оно никогда не исчезнет. Ал егер кірген болса, Лендерстер отбасын күтуі керек. Олар жақында Малдунға келетінін айтады. Сөйтіп, оларды көрмеудің жақсы вариантын ұсынады. Может быть, нам стоит выколоть себе глаза, чтобы больше никогда их не видеть. Сөйтіп, экс-детектив өзінің көздерін ойып алады. Ал Малдун экс-детективтің баяғы запистерін тауып алады. А с тех пор, как я зашел в дом, я начал видеть всякое. И это не выходит у меня из головы. Я читал об одном деле в Японии.
Дюжина несвязанных друг с другом людей были убиты в одном доме в Токио. Миссис Лендер сол үйде жұмыс істеген. Америкаға келген кезде жауыз мақұлықты өзімен алып келген екен, ал офицер Гудман бұған сенбеген. Может, тебе взять небольшой отпуск? Провести время с девочками? Бірақ отпуск алуға енді кеш еді. Это Фиона Лендерс. Она за всем этим стоит. Бұл кезде Малдунда белгісіз нәрселер аңдып жүрген. Ол галлюцинация деп ойлап бақылау камераларын тексереді. Сол кезде жарық өшіп қалады, ал бөлме ішінде жүріп жарықты өшірген адамды кезіктіреді. Малдун полицейге оқиғаны дәлелдемек болады, бірақ бейнетаспада ештеңе жоқ болып шығады. У тебя же сын? Поезжай, выспись хорошенько. У тебя крыша едет. Оқиға қайта 2004 жылға ауысады. Питер ештеңеден күдіктенбей кішкентай қыздың үйіне қонады. Я не могу бросить ее одну. Может, стоит позвонить в полицию? Сосын Питердің әйелі баланы сақтап қалғысы келетінін айтады. Олардың әңгімесін есік қоңырауы бөліп жібереді. Звонят в дверь? Посмотрю, кто там. Перезвоню через минуту. Есік сыртында ешкім жоқ, ал бөлмеде Мелинда жоғалып кеткен. Питер қашудың орнына қызды іздей бастайды. Питер қашады, төменде қыздың анасы күтіп алады, сөйтіп шкафтың ішіне тығылып қалады. Бұл жақсы идея емес. Тем более почти барлық ужастарда қолданылатын әдіс. Мәйлі. Сосын ол өз үйіне қайтады. Оны асханада әйелі көріп шошып кетеді. О, Господи, Питер! Ты меня напугал. Әйел Питердің қолындағы пышақты көріп қашуы керек еді, бірақ қайда барады дейсің? В общем, олар да өлді. Оқиға 2005 жылға ауысады. Уильям кемпірін тамақтандырып, романтика жайлы әңгіме айтуда. 50 чудесных лет. Ал түнгі уақытта Лорни кемпірді подружкасымен көріп қалады. Миссис Маза. Лорни шалға үйдегі жайсыз жағдайларды айтып береді, бірақ бұл шалды уайымдатпайтын. Мне кажется, что в вашем доме водятся призраки. Шал наоборот ойлайтын. Эти призраки дают мне надежду. Может, и мы никуда не исчезнем, как и они, когда все закончится. Лори мұнымен келіспейтін, сондықтан кетуге әрекеттеніп жатты, бірақ кемпір оны жылы шығарып салуға тырыспады. Кемпір уже күйеуін өлтіріп тастаған. Что вы наделали? Зачем вы так? Он хотел убить меня. Лори шошып кетіп қаша жөнелді, бірақ енді кеш-ау деймін, өйткені оның өлетін жайлы басында айтып қойдым ғой сіздерге. Как такое вообще могло произойти? Ал шынайы уақытта Гудман Малдунға бұл іспен енді айналыспауды айтады. Теперь это дело федералов. Бірақ Малдун тыншымайды, ал жаңағы есінен алжасқан кемпір ауруханада өзіне өзі қол жұмсайды. О, Господи, помогите кто-нибудь! Скорее! Кезек Малдунға келді. Ол әбден психологически қысым көреді. Әр нәрсе көзіне елестеп, біртүрлі дыбыстар ести бастайды. Ол бірден баласының бөлмесіне барады, оған өзінен ажырамауды айтады, бірақ... Малыш, подойди.
Байғұс әйел әбден қиналдау, сөйтіп Малдун көмекке Гудманды шақырады, бірақ Гудман қарғысты қайтара алмайтын. Сосын Гудман баласын алып Лендерстер үйіне аттанады, қолында бір бачок бензинмен. Үйдегі аруақтар кеткісі келмейтін, сондықтан Малдунға өткеннен қайғылы оқиғаларды көрсетеді. Я кое-что покажу тебе. Сосын үйге Малдунның баласы кіріп келеді. Я не понимаю, зачем ты это делаешь? Мне страшно. Бірақ Малдун оның баласы емес екенін оңай ғана анықтай салады. Что делать, если страшно? Что делать, если страшно, Бёрк? Сөйтіп ол үйді өртеп жібереді. Енді бәрі тыныш. Ол барып баласын бауырына басады. Содан кейін ертесі күні ол баласын мектепке шығарып салады. Сол кезде Я так тебя люблю. Я в школу, мам. кино аяқталды. Ал енді әдеттегідей фильм жайлы ой. Сюжет 3-ке бөлінген. Әр тақырыпта жалпы оқиғаның бір бөлігін көрерменге ұсынып отырады. Соңында барлық оқиға бір нүктеге кеп тоғысады. Жалпы актерлік шеберліктер, фильмнің атмосферасы мен музыкасы өзіне баурап алады. Әрине, ужас кинолардың фанаты болсаңыз, әйтпесе мұны түсіну қиындау болады. В общем, соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Веди себя хорошо. Никаких уроков. Смотри порнуху.